19 ғасырдың әнші ақындар тобының жарқын өкілі Жаяу Мұса Байжанұлы. Ол 1835 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Жасыбай көлінің маңында дүниеге келген. 7 жасында хат таныған. Жастайынан халық музыкасымен, ауылға келіп кетіп жүрген әнші кешілер өнерімен танысады. Өзі де ән салып, домбыра тартады. 1851 жылы Қызылжарға келіп, орыс тілін үйренеді. Домбыра, қобыз тартумен қатар сырнай мен скрипканы да меңгереді. 1854 жылы Омбы қаласында оқып жүріп, осындағы кітапханадан Санкт-Петербург, Мәскеу, Қазан, Орынбор, Ақмола, тағы басқа қалаларда шығатын газет-журналдар мен кітаптармен танысады. Қалада өткерген жылдарында Жаяу Мұса сол кездің саяси әлеуметтік өмірін тереңірек танып, туған елінің бодандықтағы мүшкіл халіне ой зерделеп, санасы толысқан шағында туған ауылына сауатты азамат, музыкалық аспаптарда шебер ойнайтын өнерпаз болып оралады. Ел ішіндегі әлеуметтік әділетсіздіктер мен сыртқы өктемдікті жай ғана бақылаушы болып қана қалмай, өзінің ұстанымын тиісті жерінде өнерімен де, іс-әрекетімен де көрсетіп отырады. Келе сала ауыл өміріне қызу араласты. Әкімдердің, би-болыстардың парақорлығын әшкерелеп, әсіресе Баянауылдың аға сұлтаны Мұса Шорманов пен оның інісі Мұстафаның зорлық-зомбылығын айтып, Омбы генерал-губернаторына шағым жазады. Сол үшін ағайынды Шормановтар бір ауылға бір Мұса да жетеді деп, оның астындағы атын тартып алып, Жаяу атандырады. Осы тұста шығарған Ақсиса әнінде әлеуметтік теңсіздікке өз наразылығын білдіреді. Билігі жүріп тұрған Шормановтар әртүрлі жала жауып, 1860 жылы оны Тобылға 12 жылға жер аудартады. Сүйіндік, Тұтқын зары әндері осы кезде шыққан. Тұтқында 2 жыл болғаннан кейін өзі сұранып әскерге кетеді. Оны Литвада орталық Азия жорығына дайындалып жатқан Черняевтің отрядына жібереді. 1863-1865 жылдары осы отрядтың жүк батальоны құрамында Шымкент Әулие-Ата Верный жорығына қатысқан. Жас жағынан қатар құрбы болып келетін Шоқан Уәлиханов Жаяу Мұсаның жан-жақты өнеріне, білім парасатына сүйсініп, өзімен бірге алып жүрген. Бірақ ол Черняевтен көңілі қалып, Шымкентке жетпей қайтып кеткен. Шоқан бұрынғы Талдықорған облысының жерінде қаза болады. Ал Мұса еліне қайта қайтқан. Черняевтің халыққа көрсеткен зорлығына қатты наразы болып, туған ауылына оралады. Ата жаулары елде де тыныштық бермей қайта қуғынға салған. Жергілікті халықтың ауыр тұрмысын, билеушілерден көрген зорлық-зомбылығын айтып түсіндіру үшін ол Санкт-Петербургке аттанады. Бірақ одан да қолдау табылмай, Латвияда, Польшада болып, соңында Қазанға келіп аялдайды. Жаяу Мұса көңілге түйгендерін қазақша, орысша қағазға түсіріп отырған. Қазақ қоғамының әлеуметтік істеріне белсене араласып, ұлт мәдениетіне елеулі үлес қосқан. Жаяу Мұсаның музыкалық мұрасын қазақ композиторлары опера, симфония, эстрада жанрында пайдаланған. Әнші бейнесі көркем шығармаларда Зейтін Ақышевтың Жаяу Мұса романында, Ғалым Жайлыбайдың Ақсиса поэмасында сомдалған. Ұлы жерлестің өмірі мен шығармашылығы туралы ақпарат алғыңыз келсе, облыстық кітапхананың ресурстарына жүгініңіз. Жаяу Мұса жайындағы деректерді Павлодар облысының әдеби картасы, есімдер шоқжұлдызы, Павлодар облысының мәдениеті мен өнері сайттарынан таба аласыз. Туындыларын оқимын десеңіз, Ертістің Павлодар өңірінің қазіргі кезеңдегі авторлары QR кітапханасында, сондай-ақ Павлодар облысының бірыңғай онлайн кітапханасында Ақсиса, ән күйлері, сапар кітаптарының толық мәтіндері қолжетімді.